Адал азамат мемлекет тірегі. Былтыр мектептерде бір тұтас тәрбие бағдарламасы қолға алынды. 4-ші ұлттық құрылтайда мемлекет басшысы бұл бастама жалпы ұлттық сипат алу керектігін айтты. Осыған байланысты бағдарлама атауы Адал азамат деп өзгеріп, 2025-26 оқу жылынан бастап меншік түріне қарамастан барлық білім беру ұйымда енгізілетін болды. Адал азамат бір тұтас тәрбие бағдарламасы жалпы ұлттық сипаттағы стратегиялық мәні бар ұзақ мерзімді құжат. Бағдарламаны дамыту бірнеше кезеңді қамтиды. 2025 жылы бағдарлама аясы кеңейіп, жекеменшік мектептермен жұмыс күшейтілді. 2026 жылы бағдарламаны қоғамға кеңінен тарату үшін пәрменді шаралар қабылданады. Бағдарлама тек білім беру ұйымдарындағы ғана емес, барлық мемлекеттік ұйымдағы тәрбие жұмысына қатысты іс-қимылдың негізіне айналады. Оқу-ағарту министрлігі білім беру ұйымдарында мемлекеттік органдар жүзеге асыратын іс-шараларды бір тұтас тәрбие бағдарламасы аясында біріздендіреді. Бұл тәсіл оқушылардың бойында ұлттық және азаматтық құндылықтарды дамытуға бағытталған тәрбие жұмысының бір тұтас жүйесін құруға мүмкіндік береді. Бағдарламаның түпкі мақсаты адал азамат тұжырымдамасының идеалдарына сай патриоттық рухта тәрбиеленген білімді әрі жасампаз ұрпақты қалыптастыру. Қазір 20 мыңға жуық балабақша, 7 мыңнан астам мектеп пен 700-ден астам колледж тәрбие бағдарламасын іске асырып жатыр. Тәрбие жұмысы негізгі 6 бағыт бойынша жүргізіледі. Бұл тәуелсіздік және отаншылдық, бірлік пен ынтымақ, әділдік пен жауапкершілік, заң мен тәртіп, еңбекқорлық пен кәсіби біліктілік, жасампаздық пен жаңашылдық. Аталған бағыттар жыл 12 айға бөлініп бекітілді. Құндылықтарды бала бойына сіңіру олардың жас ерекшеліктеріне сәйкес танымдық, практикалық және эмоционалды компоненттерді қамту арқылы жүргізіледі. Аталған құндылықтар пән мазмұнына, сынып сағаттары мен сыныптан тыс тәрбие шараларына интеграцияланған. Мысалы, апта сайын сынып сағаттарын өткізу шеңберінде білім алушылардың қауіпсіз мінез-құлық мәдениетін және салауатты өмір салтын қалыптастыру бойынша жүйелі жұмыс іске асырылады. Сынып сағаттарының мазмұны цифрлық әлемде қауіпсіз қадам, буллингтен қорған, ойынға салауатты көзқарас, өмірге салауатты қадам, қоғамдық мүлікті қорға, қауіпсіз қоғам сияқты алдын алу шараларын қамтиды. Бағдарлама Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша дайындалды.